Бәріне сәлем достар. Бизнес по-казахски каналы. Бүгін біз өзім көрерменмен кездесіп отырмын. Азат деген жігіт. Алдында бізде бірге жазылған сұхбатты көрген шығарсыздар. Саламатсыздар ма? Бүгін Ерекемен кездесіп отыр. Енді Ерекемен біз бұған шейін кездескенбіз, проекттерді ұсындым. Ереке ақыл кеңесін берді. Бүгін керемет ақыл кеңестерін беріп жатыр. Енді өзім танысып өтетін болсам көптеген адамдарға, мен кәсіп жолында 10 жасымдамын. Енді алғашқы кәсіптердің бірі кішкентай болса ет сатып жүрдім. Алматыда оптовкадан алып 12 теңгеден алып, қазақтарыма 60 теңгеден сатып жүрдім. Ал ең ірі кәсіптердің бірі ол азық-түлік дүкені, продуктовый магазин болды. 6 ай бойы сол продуктовый магазинде істедім. Енді қалай айтсам болады, қазіргі таңда Bigbox KZ деген өзімнің сыйлықтар дүкенім бар. Сыйлықтар дүкені Bigbox KZ. Одан бөлек білім, жастарға мотивация беремін. Өзіммен жас балаларға көбіне енді 18 жастан жоғары адамдарға бір мотивация беріп, ешкімге айта алмаймын. 18 жасқа дейінгі адамдарға, балаларыңыз болса, сол мотивацияларын беріп, өзім ақыл кеңестерін беремін. Қандай сұрақтардың барлығын жауап беретін боламын бизнеске байланысты. Көбіне қызықшар бизнеске деген қызығушылығы қайдан пайда болды деген. Енді ол UP сатып жүрген ол кішкентай не болды, главный не ол менің Россиялық бизнес молодостьта оқуым. 2 айлық оқу бизнес молодость Осипов мырзада оқыдым 2 ай бойы. Содан кейін ары қарай бизнеске деген қызығушылығым кетті. 1 жыл бойы Young Leader деген өзімен жасты балалар бизнес школада оқыдым. Одан кейін Аманжол Смендиев ағамызда оқыдым. Қазіргі таңда Айнұр Тұрсынбаева психология, бизнес главный оқып қазіргі таңда ізденем. Психология мен бизнеске қатты ізденем. Бір сөзбен айтқанда мотиватор и бизнесмен. Бүгін енді біраз мені шайға шақырып, сөйлесіп, жаңағындай ақыл кеңес сұрап, өте дұрыс, рахмет. Өстіп арасында кездесіп тұрған дұрыс. Бүгінгі біраз енді қызық мәлімет алған шығарсыз деп ойлаймын. Өте керемет мәлімет алдым. Ең бастысы өзім ойлауымды істедім, пландарды реттедім. Ерекеге рахмет, көптеген ақыл кеңесі берді. Кездесіп осындай кездескеніңізге рахмет. Рахмет. Достар, егер де Bigbox деген өзі қысқаша айтып кетсеңіз, жаңағы ол күнделікті сыйлық, ол жаңағы қандай сыйлық? Кішкентай балаларға арналған, үлкендерге, мұсылмандарға айтып кетсеңіз. Бізде Bigbox KZ ол ашық ғана мысалы 3 бағытта жұмыс істейді. Ол бірінші бағыты ерлерге арналған, екінші әйелдерге арналған, қыздарға арналған, үшіншісі ол мұсылманша сыйлықтар, Құран кітап, сондай 3 бағытта істейді. Және несі ерекшеліктердің бірі ол бізде именной заттар бар. Мысалға любой неге портмонеға жазып беремін, сағатқа жазып беремін деген. Мысалы мұнда өзім ат жөнін жаздым. Мұнда сурет салдыруға болады деген гравировкамен кескенін енді жасаймыз. Және Bigbox KZ Қазақстанда 9 қалада серіктесім бар, 9 қала бойынша жұмыс істейді. 9 қалада жаңағында франшизаларыңыз бар, Франшиза бар. Или партнерларыңыз бар? Партнер деген. Партнер, 9 қалада партнер бар. Бірақ Қазақстан бойынша доставка кез келген қалаға. Хорошо. Осы видеоның астында жаңа мәліметтерді қалдырып кетейік, Өстіп арасында кездесіп, шай ішіп, жаңағындай өте қуаныштымын. Рахмет. Ал енді мен не деймін енді? Үлкен рахмет Азатқа. Өстіп достар, қазақша бизнес бастап істегім келеді, не болмаса бизнеспен айналысқым келеді десеңіздер, егер жастарыңыз 18-ге дейін болатын болсаңыздар, өстіп Азат досыммен хабарласып, жаңағындай сұхбат алсаңыздар да болады. Жаңа сұрақ жауап, не болмаса консультация, не болмаса жаңағындай мотивация алсаңыздар да болады. Сол нөмірін осы видеоның астында қалдырайын. Инстаграм, YouTube каналы бар екен, Сол себептен енді хабарласыңыздар. Бәріне рахмет. Ал енді Азат, жақсы онда. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.